Я в общем, достар бүгін мен Майнкрафт ойнайтын боламын. Так, қазір мен сіздерге YouTube хаусымызды алдынан көрсетейін. Бізде қазір енді қыс келіп жатыр деген секілді, осылай общем қыс мезгіліне дейін. Видео бастамай жатып, сразу лайктарыңызды басып кетіңдер, яғни мына жерде тұрғандай лайктарыңызды видео бастамай жатып лайктарыңызды басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді жазып кетіңдер видеоның соңында. Ал лайктарыңызды басталмай жатып басыңыздар. Бұл бізде YouTube хаус, міне қазір ішін сірек көрсететін болады. Міне бізде осылай. Бұл бізде гараж. Ой. Гараждың ішіне машина қоятын болды. Мен пока что мод қосқан жоқпын. Ал енді YouTube хаустың ішіне келетін болса, осылай сырты осылай көрінеді. Мен гаражды бөлек салынба деймін. Просто артық болып қалды. Бізде андай көтөшім асты бос болып қалмасын деп гараж сала салдым. И там үй қосып жүруім керек беттептім. Так, бізде осындай күрте кухнямыз. Міне осы жерде отырып тамақтарды ішеміз, холодильникте тамақ алып. Ал бұл жер бізде туалет. Енді бұл жерде өзіміздің істейтін заттарымызды істеп, суға түсіп, қолымызды жуып, жұмысқа шығып кетеміз. Ал бұл бізде мына есік, бізде осындай бір секретный комната. Ертең бізді алдағы уақытта мына жерге типа зомби апокалипс или там пранк істеген кезде осы жерге тығылып қалуға болады. Или там в общем сондай істеуге болады. И там в общем склад істеуге болады. Склад істеу жалпы алып қойған жерім. Ал бұл жерде менің комнатам үлкен грамота. Мына жерде бізде кірген кезде осындай лампалар күтіп алады. И осындай төсек, үлкен шкафчиктер күліп тұрған жерде. И мына жерде осындай. И мына жерде бізде видео түсіретін. И балкон, опять тағы да балкон. Ой. Ал бұл бізде келесі бөлме, қонақтар келген кезде үшін тұратын бөлмесі. Не қараңыздар? Я бізде осындай бөлме, короче. Мына жерде негізі 2 қонақ қалған бөлме, бірақ та енді 2 адам болғандықтан екеуі бір кроватқа сөйтіп жатыр. Зачем енді солай болады, или сыймаса, онда басқа қонақ бөлме жасаймыз. Мына жерде осы 2 адамның жаңағы компьютер видео түсіретін, я ютубқа видео салып. Ал бұл бізде секретный шкаф. Осы жерде бізде, короче, переход бар. Типа мына жерде бізде андай болады. Тығып қалуға, там соны. Ал мына жерде өздерің білетіндей. Тағы да балкон, опять балкон, тағы да балкон. Себебі балкон болмаса просто бөлме әдемі көрінеді. Ал мына жерде шыққан кезде бізде осындай бір шкафчик күтіп алады, өте әдемі. И мына жерде там тоже балкон. Ар жақта вид жоқ. Мына жерде тоже балкон. Ол жақты көрсетудің қажеті жоқ. Енді біз сыртқа шығайық и сосын әзірге көрсетейін. Типа мынау біздің қала деп айтуға келмейді, пока что ауыл секілді. Мына жердегілер көрсете кетейін. Бұл жерде бізде осындай бір жителер тұрады, типа жителер. Мынау бізде үй, короче, осындай бір үй, осындай демалуға, там диван үстіне жатасың, күшті ойнауға. Мына жерде туалет, там бүйтіп келесің да бассейн секілдіге түсіп кетесің. Мына жерде қол жуатын. Ой. Ал мына жерде бізде осындай туалет. Туалетті өзгерту керек еді. Короче, осы жерде бізде осындай кухня, достар. Ал мына жерде тамақ ішетін жер. Короче, осылай отырасың. Ой. Осылай тамақ ішесің, 2 адамдық общем отыруға. Бұл жерде бізде кровать жоқ, айтатындай. Диванға жатасуға болады. Ал мына жерде бізде балық аулайтын, типа пляж секілді жер. Ертең бұйырса пляж болады шығар мына жерде. Оны алдағы уақытта, алдағы видеоларда көріп жатасыздар. Мына үйде көрсетті, YouTube хаус көрсетті. Ал мына жерде көрсетейік, бұл бізде. Мына жерде бізде, короче, осындай бір маяк. Типа жителер адасып кетсе, осы жерден үйлерін тауып алады деген секілді қалдырды.
жасап қойған. И осылай жолдармен жүресің. Де, короче, YouTube хаустың дәл қасында бір аттан жерде осындай не тұр, дүкен тұр бізде. Короче, осындай дүкен бар. Осындай мына жерде бізде торговия жасауға болады. Жетел тұр. Жетелмен торговия жасайсың. Мына жерде керек заттарыңды алуына болады. Осындай шкаптар, сундуктардың ішінде көптеген тамақтар бар. Сол тамақтарды алып жейсің, короче. Ал енді одан әрмен былай керісінше наоборот осылайынан на үйге өстіп келесің. Бұл бізде жасыл түсті. И осындай кішкентай шағын жалпы жасыл түсті үй шетелдерге тұрған. Осындай видео түсіретін жері бар. И осындай кухнясы бар. Мини. Ой. И осындай кішкентай ғана комнатасы бар. Осындай комнатасы бар. И осындай шағын үй. Кеш батып ешкім қойып қалды. И осыдан қарама қарсы жүрген жерде көрсетпей қойып бұл үйді қазір өздеріңіз көре жатарсыздар. Пока что мен бұл үйді соңынан көрсеткім келіп тұр. И осылай жолдармен жүресің де осындай бір сап-сары үйге кафе қылам ба деген, бірақ кафе қылғым келмей қалды. Осындай бір үй шықты. Тамақ ішетін жер, опять екі адамды қош. Осындай диван бар. Көк түсті телевизор мен үлкен телевизор. И осындай бір комнатасы бар, ұйықтауға арналған. И осындай бізде компьютер ойнайтын. Короче, біздің қалада адамдар барлықтарын білмейсің бе? Кейбір екеуі компьютер өйтіп. Ал енді ең бастысына келіп жетіп. Ал бізде Хайтиге осындай бір ютубтан қарап салған Хайтик үйім бар. Енді қыс болып жатқан нені бассейн еткен жерсің. Енді біздің адамдар сондай Майнкрафтта логикасы жоқ. Осындай мына жерге, короче, тұрасында баспалақпен көтеріліп, Ой. Осылай көтерілесің. Осылай дайындап тұрасың. Дейсің да түсіп көтересің да деп сүңгіп шығасың. Бізде астында өзінің қолтығында есік жоқ. И үстіне кіресің, осындай ашылатын есік. Осындай бізде телевизор. Ал мына жерде бізде осындай тоже компьютер. Типа видео түсіретін. Ал бұл жерде осындай кухня мини кіттай ғана. Ал бұл жерде біздің туалетсіз бола ма? Үй туалетсіз бола ма? Айтыңыздар өздерің. Осындай воронка. Ой, воронка деймін. В общем-то, не қожбатын. И мына жерде бізде осындай туалет. Мына жерде осылай отырасың. Дейсің, сосын шығасың да қолын жуасың. Енді бұл үйде бізде душ жоқ. Душ жоқ, я. Болынбайсың, тек қолын жуа бересің. Все, осындай кішкентай үй, бұған еще дым сыймайды ғой. Осындай үйлер көп, салат жаймайтын алдағы тоже. Ал мына жерде не деп тұрсыз? Бұл жерде тоже маяк. Ал мына бізде аққалалар жүр. Снегобик ба. В общем, аққалалар жүр. Мына жерде олардың үйлері. Ертең аққалар өздеріңіз білесіздер, жаңбыр жауған кезде өліп қалады. И там басқа бірдеңе болған кезде өліп қалады. Суға түсіп кеткен кезде, лаваға түсіп кеткенде екі бастан өліп қалады деген секілді. Тетам, жетел, не істеп жатсың? Ой, мына жерде сөйлей алмайды ғой бұл машинамен. Біздің ауылда жетелде сөйлей алмайды. Мынау сәкес жүр ғой, сәкес сөйлейсің ба? Жетел, не істемесің? Сен не істесің? Тупой ма бір бәле ғой? Аспан шайдай ашық деп болып кетейін бе? Я, в общем, осы біздің қала енді. Осының сияқты ертең мынандай жерге. Ана жақтарға, типа, не жасаймыз, короче, пляж жасаймыз.
осындай қала, біздің қала үшін осындай күшті. Біз ертең бұйырса салатын боламыз. Алдағы уақытта көресіз. Ал ендеше сау болыңыз. Видео бітпей жатып, лайктарыңызды басып кетіңіздер, сау болыңыз. Ал ендеше сау болыңыздар, достар. Арнаға лайк басып кетіңіздер. Ой.